Қайсымызды бастаймыз? Бірінші қайсыларың бастайсыңдар? Қызылорда облысы, Ақжол Түменбай ортада өзі сүйген ақынның бір өлеңін оқып береді. Бисмилlah. Бисмилlah. Бисмилlah-рахман-рахим деп айт әуелі. Бұл балам нағыз ғылымның сөзі мәуелі. Жүрегімде зікір салауат, кеудемде жан аманат, басымда тәж дәулет, құлағымда азан қаумет, көзімде нұр Мұхаммед, мұрнымда ырзық жәннет, қолымда қайыр сақауат, аяғымда жол шариғат. Бисмилlah-рахман-рахим деп айт әуелі. Сарышал отыр құймақ боп миға сәуені, немересіне күн үйрететін әуені. Баланың басын қатырып дейді баласы, келіні мен де бітпей жүрген бір дау еді. Немере жалтақ, әке шешеден мұш көрген, жұбата дата өксігін тейіп шкерген. Оқыған жанның көрмедім дейді оңғанын, келмеске кеттір советтік Сарышкөлден. Ішкендері арақ, жегендері нәжіс қалбаса, не болар Құдай назарын түзу салмаса. Жүзіңде парыз сүннет, уәжіп, мұстақап, жүзіңде иба әдеп, қалыбыңда иман әдет, иығыңда қос періште ой берекет, дізеңде ізет құрмет, беліңде кемер қуат, нәпсіңде сабыр қанағат, рухыңда ақыл парасат, алдыңда ақ құбылаң бір тарихат, мақсатың дүр хақиқат болмаса, сүрген ғұмырың, көрген қызығың далбаса. Баталған бірден, атамнан қалған сөз еді. Үйреніп ал балам, көп жүре қоймаспын мен даса. Әке қайғысы, тазармай жатқан қора көң, шешенің зары, сабағын өлгірет ол әрең. Шырғаға түсіп бала жүр кетсе қасынан ертең өлем деп, қорқытады атам моламен. Ұзамай Сарышал, аттанып кетті молаға, баласы қалды ие боп өзі қораға. Қақ деп қалғанда атасының түскен аузынан, сарбала ұзақ жылап жүреді далада. Өткен бір жолы өлтіріп шеше сабасын, ата жоқ сірә көрсетер ағын панасын. Көршіген бірге байырып бет әйтеуір, өй өңшен қарлар, ұрма деп шалдың баласын. Өлім әке қытымыр, көбейген шаруа инапат, шеше көгайыл, әкесін айтып сабатат. Мектептен шыға үйіне қайтпай сарбала, молаға қарай еңіреп жылап баратат. Өлімі шалдың, соққы болды бұл ғаламат, шамның түбінде сабақ оқиды қабағат. Қалғып баратып, түйіп қалғанда шешесі, жыбырлай дерні, жүрегінде зікір салауат. Бисмилlah-рахман-рахим деп айт әуелі. Светқали Нұржан, шалдың баласы.